Министрдің 5 сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 Students Book Unit 2 to be questions and short answers тақырыбындағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс боламыз. Page 17, 17 бет. Сабақты бастамас бұрын осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Және де сіздерге лайфхак күнделікті жақсы формативті баға алу үшін болмаған сабақтардың видеосын мұқият толық қарап шығып, сабаққа дайындалып барсаңыздар, сіздер міндетті түрде жақсы баға алатын боласыздар, жақсы балл алатын боласыздар. Осымен сабағымызды бастайық. Яғни бұл сабақта біз сіздермен түбі етістігін пайдалана отырып, сұралу сөйлемнің жасалу жолымен және де оған қысқа жауап беріп үйренеміз. Exercise 1. Complete the questions and answers, then listen and check. Мына төмендегі сұралу сөйлемдерді толықтыр және де жауап бер дейді. Are you okay, Лиза? Жағдайың жақсы ма, Лиза? Егер жақсы болса, yes, I am, жоқ болса, no, I am not жауап беруге болады. Next, are you a football fan? Сен футбол фанатысың ба? Yes, I am, жоқ болса, no, I'm not деп жауап берсеңіздер болады. Мына бос орындарға мына түсіп қалған сөздерді жазып шығасыздар. Is her name is Stephanie? Оның аты Stephanie ма? Я болса, yes, it is, жоқ болса, no, it isn't деп жауап бересіз. Are we on TV now? Біз қазір теледидардамыз ба? Yes, we are. Жоқ болса, no, we aren't. Are they from Britain? Олар Британиядан ба? Британдықтар ма? Yes, they are. Жоқ болса, no, they aren't деген сияқты жауап беруге болады екен. Яғни бұл қысқа жауап беруге болады. Next, exercise 2. Complete the questions and write short answers. Сұралу сөйлемдерді түбі етістігін толықтырып және де қысқаша жауап бер дейді. Exercise 2. Are you from China? Сен неден? Сен Қытайдансың ба? Я болса, yes, I am. Жоқ болса, no, I'm not. Yes. Қысқа жауап беруді бірінші жаттығудан қарап отырсаңыздар болады. Next. Is Lady Gaga your favorite singer? Lady Gaga сенің сүйікті әншің бе? Я болса, yes, she is. Жоқ болса, no, she isn't деген сияқты. The third. Are you and your friend football fans? Сен және де сенің досың футбол фанаты ма? The fourth. Is Rio de Janeiro in Brazil? Rio de Janeiro қаласы Бразилияда ма? The fifth. Is The Hobbit is a good film? Hobbit жақсы фильм бе? Is Rafael Nadal is a singer? Rafael Nadal бұл әнші ме? The seventh. Computers expensive. Компьютерлер қымбат па? The eighth. Is your name Stephanie? Сенің атың Stephanie ма деген сияқты сұрақтар. Бұл сұрақтардың бәріне қысқаша жауап беріп үйреніңіздер. Next. Exercise 3. Walk in pairs. Ask and answer the questions in exercise 2. Осы сұрақтарға қалай жауап беруге болады? Міне қысқа жауаптары осылай болады. Next. Now let's do exercise 4. Listen and order questions 1 to 5. Then listen again and write the answers. Тыңдап отырып, мына сұраулы сөйлемдерді рет-ретімен қойып, және де жауаптарды жаз дейді. The first. What's your name? Сенің атың кім? Where are you from? Сен қайдансың? How old are you? Сенің жасың нешеде? What's your favorite sport? Сенің сүйікті спорт түрің қандай? Және де who's your favorite singer? Сенің сүйікті әншің кім деген сияқты сұрау сөйлемдер екен. Now exercise 5. Бұл сұрау сөйлемдерге жауап беретін болсақ, the first. I am from Kazakhstan. I'm яғни бұл жерде сіз қанша жаста екендеріңізді жазуларыңыз қажет. Және де my favorite singer is деп сіз өзіңіздің сүйікті әншіңізді жазасыз. My name is менің атым деп өзіңіздің атыңызды жазасыз. Және де my favorite sport деп өзіңіздің сүйікті спорт түріңізді жазасыз бос орынға. Next, exercise 6. Work in groups. Look again at exercise 1 on page 16. Ask about people's favorite things using who and what.
Say something about your partner's favorite. Яғни бұл жерде бірінші жаттығудағыдай сұрау сөйлемдер пайдаланып, және де who, кім, what, не деген сұрау сөздерді пайдалана отырып, топпен сіздер диалог құрастыруларыңыз қажет екен. Яғни бұл жерде сіздер бірінші және төртінші жаттығудағы сұрау сөйлемдерді пайдалансаңыздар болады. Осымен біздің 17-ші беттегі жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс болдық. Егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Және де келесі сабақ бізде giving personal information деген сабақ екен. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.